Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін мына 22-сі наурыздың біздің қазағымыздың жалпы түріктектес бауырларымызды мына наурыз мейрамы құтты болсын деймін барлықтарыңызға. Және сонымен бірге тұспа-тұс келіп отырған жұма намазымыз қабыл болсын. Аллах Тағала біздің жақсы дұға тілектерімізді қабыл қылсын. Әжет Рамазан айымен де келіп отыр екен. Қандай жақсы болды. Сондай жақсылықтар болып жатыр әні. Қуаныштымыз әрине. Сөйтіп енді әрине жаңағыдай көктем келе жатыр, мына Қазақстанымыз жер беті жалпы құлпырайын деп келе жатыр. Бұлай бұйырса, сіздерді осы мейраммен барлықтарыңызды қазақ елі құттықтаймын. Сіздерге барша жақсылық тілеймін. Аллах Тағала екі дүниенің нығметін берсін сіздерге. Аман есен бастарыңыз аман, дендеріңіз сау, жастарыңыз ұзақ болсын деп тілеймін. Енді мына жақта наурыз мейрамы болып жатыр еще. Содан кейін жаңа көктем келе жатыр. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мына Мұхамеджан Тазабеков бауырымыздың айтпақшы, мына құмырадан шығарған жын секілді дегендей, білесіздер ғой өздеріңіз, мына ораза 30 күн ораза ұстағаннан кейін мына ораза біте салысымен мына жын шайтандар құтырған иттей жүгіреді дейді ғой. Қандай жаманшылық істеткізсем, қандай зұлымдық жасатқызсам екен деп. Соны енді осы қазіргі соңғы кездегі мен қозғап отырған тақырыпқа байланысты айтайын деп отырғаным. Қазір енді мынау анауда бір тақырыппен көрдіңіздер ғой, ана қыздарымызға сақ болайық деген тақырыппен нені видеомды салдым. Рахмет, сіздерге бәріңіз қолдап жатырсыздар. Енді соны амалдан әрекетке көшу керек та. Сонда мынандай қазір мысалға, мынау қазір көктем басталады, Рамазан айы бітеді. Содан кейін мынау құтырған иттердің көз қызарып, қазір мынау әйел затына бас салайын деп тұрған уақыт келе жатыр ағайындар. Сондықтан соны болдырмас үшін, сондайдың алдын алу үшін біріншіден дұғада болайық ағайындар, дұғада болайық біріншіден. Иә, оны білемін, оны сіздер қазір ой, мынау сен қайтқан сол мені қайталай бердің ғой деп айтасыздар. Жоқ ағайын, енді былай. Осы уақытқа дейін енді 30 жыл бойы ән өзгереді, міне өзгереді деп келе жатырмыз. Бірақ та билікке де ештеңе айта алмаймыз. Ол қазір геосаясат, әлемдік саясаттың жаңағындай мынандай қиын жолдарынан сүрінбей ақырын келе жатырмыз. Бейбіт жолының. Сондықтан бізде өзімізде азамат ретінде өзіміздің халқымызға, елімізге аздап осы өзімізді үлес қосуымызға тырысайық. Жарайды, қысқасы былай ағайын. Осы видеомды пайдаланып, қазір мен мына видеомның астына өзіміздің телеграм арнадан телеграм ашып қойдым өзімізге. Мынау яғни өзіміз деген мен жалпы Қазақстанымызға телеграм арнасын ашып қойым. Сол телеграм арнасына жаңағындай азаматтар өздеріңіз кіріңіздер. Сол жерден ойларыңызды айтыңыздар. Кім қай Қазақстанның қай түкпірінен, ауылдан болсын, батыстан болсын, шығыстан болсын, оңтүстіктен, солтүстіктен болсаңыздар да, жаңағы неге кіріп өз ойларыңызды айтыңыздар. Жаңағындай өз ұсыныстарыңызды тастаңыздар. Мынау сіздер ойламаңыздар, мынау бір қайдағы бір телефонды қолына алып, жаңағындай дәңгірлеп жүр деп. Жоқ ағайын, қазір Құдайға шүкір мына билік жасамай жатқан жоқ, билікті жақтап жатыр деп ойлап қаларсыздар сіздер. Билік жақтаған деген мен олар жамандап даттайын деп отырған жоқ. Жалпы билік шамасы келгенше жағдай жасап отыр. Соның бірі мына бізге жаңағындай азаматтарымызға мемлекеттік емес ұйымдар ашуға рұқсат берді. Және соған жағдай жасап отыр. Ол қандай дегенде, мемлекеттік емес ұйымды ашқан кезде, мысалға жаңағындай азаматтық белсенділер қазір анада бір мына осы комментарийлеріңізді оқып отырсам, пікірлеріңізді бір бауырымыз жазыпты.
Сен телефонды қолыңа ұстап бәрі де сөйлей алады. Сен мықты болсаң алаңға шық та сол өзіңнің ойыңды айтшы, айғайлап бүйтші сөйтші дейді. Мен оған уақытым жоқ ағайын. Оған уақыттан бұрын оған ары бері жүргенге оған арнайы бір нәрсемен, бір немен, тақырыппен, мақсатпен қасыңа адам жинап бармасаң, сен ондай нәрсе керек емес ол маған. Ондай митинг құрып, бүйтіп жаңағыдай не жасап, құдай сақтасын. Ол маған керек емес. Сондықтан мынандай басқаша да жасайтын шаруалар жетеді. Сол жаңағы енді айтқаным, жаңағы мемлекеттік емес үйім ашуға рұқсат берілген нелер бар. Мен өзімде өзім Алматы облысынан болғаннан кейін сол Алматы облысының азаматтармен, активистермен хабарласып тұрамын, байланыстамын. Құдайға шүкір. Сол сияқты бізде біраз нәрсе, ауданымызда біраз нәрселер жасалып жатыр. Сол сияқты бізге енді амалдан әрекетке көшу керек дегендей, жаңағындай мысалға мемлекеттік емес үйім ашу керек та. Сол жаңағы мысалға мына қыздарымызға тыйым салып отыратын, соны ескертіп, соны қайта-қайта айтып отыратын өзімізге үйім ашу керек. Сол үйімді сіңген Қазақстан түкпір-түкпірінен жаңағындай азаматтар соны қолдап, сондай нәрсені қолға алу керек. Оның жаңағындай мен бұнда телефонды алып сөйлей бергенмен, ана жақта сіздер пікір жазғанмен, ол сен орнынан қозғалмайды ол ағайын. Әрекет керек, әрекет. Конкретно жаңағындай әрекеттер керек, қимыл әрекеттер. Қандай нәрсе істелді, қандай нәрсе істеп жатқан жоқ. Қандай нәрсе жаңағындай жетістікке жеттің деген сияқты жаңағы не деген болады ғой. Әрбір жұмыстан кейін мысалға айлық жаңында жарты жылдық, соңын бір жылдық қорытын деген болады ғой. Есіме түспей болғаным құрыш. Жобаның жауабы, соның қорытындысы. Сол сияқты мысалға біз қорытынды шығара білуіміз керекпіз да, соны дәлелдеп, жеткізіп, соны білуіміз керекпіз. Құдайға шүкір, билік ол жағынан көмектесіп, сондай нәрсені жасаңдар, сондай нәрсе ашып, жасай беріңдер деп. Бірақ бәрі де жаңағыдай заңды түрде болу керек. Түсінікті ме ағайындар? Оны просто аяқ аяттан жасап, ондай әңгіме керек емес. Елді дүрліктірген ол жақсы нәрсе емес. Сондықтан бізге соның бәрін ақылмен, заңмен, шариғатпен ақылдасып отырып, өзімізге ағайындар сондай нәрселерді жасауымыз керек. Сондай мен сіздерге ұсыныс тастағым келіп отыр. Құдай бұйырса сілтемесін жіберем. Сол жерге қосылыңыздар. Сол жерден өздеріңіз пікірлеріңізді, ойларыңызды айтыңыздар. Сол жерден біз жаңағындай істей алатын деген азаматтарды таңдаймыз. Сондай жұмыстарымызды, шаруаларымызды қолға аламыз енді. Құдай бұйырса. Содан кейін айта кететін бір несі, тағы да бір нәрсем. Содан кейін жаңағындай астына тағы да өзімнің жаңағындай реквизиттарымды, банктық реквизиттарымды тастап қоямын ағайындар. Сіздердің енді қолдауларыңыз қажет болады. Қаржылай қолдауларыңыз қажет болады. Каспий банктың, Халық банктың жаңағындай реквизиттарының банк нөмірлерін жазып қоямын. Сол жерге бізді қолдай отырсаңыздар жақсы болатын еді. Яғни донат етіп жерсеңіздер дұрыс болатын еді. Енді сондай сіздерге айтайын деген ұсынысым бар. Сондықтан қолдап жіберсеңіздер, қолдауларыңызға рахмет. Алдындағына жаңағы бір нені қолдауларыңыз сұрап бір видеоны түсіріп жүрген болатын. Сол жерден бір бауырымыз, азаматымыз келесі видеода мен ол кісінің атын жазып алып, сонан неге видеоға саламын тағы да. Сол кісі қолдап маған 5000 теңге салып жіберіпті. Оған көп рахмет. Алла тағала риза болсын. Мемлекетіміз мықты мемлекет болатынбыз.